Қайырлы күн достар, бүгін мен сіздермен баланың дамуына қажетті және бір оңай үй жағдайындағы әдіспен бөлісетін боламын. Ол үшін бізге қажетті дүниелер одеяло, көрпеше кішігірім, немесе осындай доп. Кез келген ауыртпашылығы бар көрпешелерде болады сенсорный, болмаса осындай қарапайым одеяло. Бізге керегі баланы осылайынан алып, осы одеяломен баланы нықтап ораймыз. Жақсылап баланы нықтап орап, баланы отырғызып, былайынан секіртеміз. 1, секір, 2. Бала осылай өзінің денесін жақсырақ сезінетін болады. Және баланы осылайынан жатқызып, оралған күйде мына допты алып, үстінен былай массаж ретінде жүргізіп шықсаңыздар болады. Бұл да бір баланың сезу мүшесіне жәрдемін тигізеді. Питбол доптың түрлері көп. Тікеншесі бар доптар да жарайды, немесе осындай қарапайым. Немесе кішкентай доп болса да, ол да жарайды. Балаға осы күйінде қалдырып, осы состояниядан шығуға жол берсеңіздер де болады. Яғни өзі ал, айнала ғой, айнал, шыға ғой. Көмек берсеңіздер де болады. Шық. Міне, осындай оңай әдістермен